Енді бастамас бұрын бір сұрақ қойғым келеді сіздерге, бауырластар. Өткен апта Ануар бауырымыз уағыз айтты, я? Сол естеріңізде ма? Не туралы, қандай шындықтар туралы айтты деп. Қалай? Исадан сен не күтесің? Аха. Ағда. Жақсы ой. Тағы да не естеріңізде, мысалы? Жоқ па естеріңізде? Құдайдың ол Исаның миссиясы туралы айтты, я? Исаның жерге келгендегі мақсат қандай болды? Біз оны қалай көреміз, я? Сол жерде ол қызмет ету, Құдайдың сүйіспеншілігін жалпы үлгір етіп көрсетті, я? Қалай қызмет ету керек екен. Және де мен алдында бір уағыз айтқам, мен тақырыбым қандай болған еді? Филиппіліктерге арналған хатта. Естеріңізде жоқ па? Қалай? Қуаныңдар? Қуаныңдар, шаттаныңдар. Мен бір тақырыпты қозғадым. Қауымдағы? Қандай? Қауымдағы? Я, дұрыс айтасыздар, бірлік. Сол тақырыпты ары қарай жалғастырғым келеді, я? Бүгінгі өтетін нәрсе, мен не үшін Ануар бауырымыздың уағызын сіздерге еске келтіріп жатырмын, есіңізге салып жатырмын. Исаның миссиясы осындай болды. Сосын мен бір нәрсе айтқам, я? Паул елші қауымды бірлікке шақыра отырып, кімнен үлгі алыңдар деді? Исадан үлгі алыңдар. Ал бүгін біз именно сол бірлікті, сол Исаның сүйіспеншілігін үлгі етіп, практикада қолданып атқан үш кісі жайында қарастырамыз. Енді сол Исаның жерге келген мақсатын, қызметін үлгі қылып алып, шынымен де жеке өмірінде қолданып атқан үш кісіні қарастырамыз, я? Ол қызметшілер тоже бізге үлгі ретінде. Сондықтан екінші тарау 19 аятқа келгенбіз, соны ары қарай жалғастырайық. Мен осыға дейінгілер Филиппі қауымы оны жақсы көреді, оған қызмет етіп жатыр. Эпафродитті жіберді. Паулдың қасында Тимотей, Эпафродит үшеуі бар, я? Сол жерде Паулдың тағдыры белгісіз, ертең өле ма, өлмей ма, сот қандай үкім шығарады, соны күтіп отыр. Осындай картина көз алдарыңызда елестесін, ары қарай оқиық. Иеміз қаласа жақын арада сендерге Тимотейді жіберетін ойым бар. Осылайша сендер жігерленіп, оның сендерден алып келетін хабары маған да жігер берер деп сенемін. Ол сияқты менімен ниеттес, шын көңілден қамдарыңды ойлайтын басқа адамым жоқ. Өзгелердің бәрі Иса Мәсіхтің ісін емес, өз қара бастарының қамын ойлайды. Ал Тимотейдің сенімді екенін өздерің білесіңдер. Ол маған ізгі хабарды уағыздауда ұлының әкесіне көмектескеніндей қолғабыс етіп келеді. Сот ісінің немен аяқталатынын біле сала, оны сендерге жібермекпін. Иеміз маған жақын арада өзім де сендерге барамын деген сенім сыйлады. Қызметтес әрі күрестес серігім, сендер маған қамқор болсын деп жіберген бауырымыз Эпафродитті шұғыл түрде өздеріңе қайтаруды қажет деп таптым. Ол өзінің ауырып қалғаны туралы сендерге хабар жеткенін қатты уайымдап, өздеріңді көруге құштар болып жүр. Шынында да ол қатты ауырып, хал үстінде жатты. Бірақ Құдай оған рақымшылық жасады. Оған ғана емес, қасіретке қасірет қоспау үшін маған да рақым көрсетті. Сондықтан Эпафродитті жібермек болып, одан бетер асығып отырмын. Оны көріп қуанған сендерді ойлап мен де қайғырмайтын боламын. Эпафродитті иемізбен жүрген бауырларың ретінде қуана қарсы алыңдар. Мұндайларды жалпы құрметтеңдер. Себебі ол Мәсіхтің ісі үшін өлімге таяп келді. Маған сендер бере алмаған көмекті ол өз басын өлімге тіге отыра көрсетті. Енді қараңыз, я? Осы жерде Паул елші жалпы көрсетіп жатыр, я, үш адам жайында. Хат жазып жатыр қауымға. Осы жерде бір маңызды нәрселер көрсетеді.
Енді біз ары қарай қарастырмас үшін біз сіздерге бір тағы мен мысал келтіремін, соны есіңізге түсіріп кетейікші. Бауырластар, организмді иммунитет әлсіреу болса не болады? Қалай ойлайсыздар? Ауырады, иә? Енді кейбір кісілер бұлай даналы адамдар, қазақта да мақал бар, иә? Ауырып емделгенше аурудың алдын алу керек деп айтады, иә? Немесе ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Сіз де жақсы біледі екенсіз осы мақалды, иә? Бұл дегеніміз, бұл сөздер, ол негізі кәдімгідей шындық бар. Сол секілді Құдай сөзі ол әрбір ауру мен мәселелердің алдын ала шешетін, или мәселелерді қалай шешімін табатын. Егер біз соған сенсек, шынымен де ол Құдай бүкіл мәселелерді шешеді, немесе сол аурудың алдын алады, иә? Қауымда мысалы адамдар, или болмаса жалпы топтар, жалпы қызметтер тез-ақ жікке бөлінуге болады. Мен Аполлостың адамы, мен Паулдың адамы деп тез-ақ жікке бөлінуге болады, иә? Ал бірақ дегенмен қауымды қаластыру мен бірлікті сақтау, ол тек Құдайдан келетін қабілет. Сол себепті Құдай сөзі бүгін таңда да не дейді бізге сол бірлік жайында? Себебі біз адам болған соң, пенде болған соң, біз бұзуға әрқашанда бейімбіз, бірақ бірлікті сақтайтын, қаластыратын ол Құдайдың сөзі екен, иә? Қауымда осындай бірлік сақтау үшін, қауымда осындай мәселе туындамас үшін, иммунитетті қалыпты жағдайды сақтау үшін Құдайдың сөзі керек. Ауырып, оның емін іздегенше, оның алдын алатын ол Құдайдың сөзі бар, иә? Елші Паул да осы қауымды бірлікке шақырып отырып, Мәсіхті үлгі етіп сақтау жайында уағыз айтты алдында, иә? Көрсетті. Мәсіхтен үлгі алайық, осылай деп, иә? Ал қазір біз қарастыратын нәрсе, ол 3 қызметшілердің бірлігі жайында. Шынымен де олар Исаға қарап үлгі алып, қауымда қалай практикалық өмірде бірлік сақтау туралы Паул елші жазады, иә? Шын мәнісінде осы жерде Паул кім туралы айтып жатыр? Қалай ойлайсыздар? Қазір оқыдық. Тимотей, Эпафродит жайында айтып отыр, иә? Хотя сол екеуі жайында айтып отыр, соны айта отырып біз 3-ші адамды да көреміз. Кім? Паул да өзі жайында жазып жатқан жоқ, бірақ шынымен де Паулды да көреміз. Оның деген қандай, иә? Енді қараңыздар, бауырластар. Басқаша қарастырып көрейікші, иә? Егер осы бауырлар бәсекелесіп жүрсе, бір-бірімен жарысып, или болмаса өздерінің арасында ауызбіршілік болмаса, сол туралы Филиппідегі қауымдар или басқа бауырластар естісе, ол Паул отырады да осындай хат жазады, иә, бауырластар бірлікті сақтаңдар десе, не болады? Қалай сенушілер қабылдайтын еді? Иә, оларды айтатын еді, мә, ничего себе, өздерінің араларында бірлік жоқ, бірақ қалай ол сол нәрсені уағыздап жатыр, иә? Иә, бір жағынан қараңыздар, иә, Паул осы жерде олай істеп жатқан жоқ. Шынымен де олардың арасында бірлік бар екенін көрініп тұр, иә? Олардың арасында сол нәрсе көрінгеннен кейін Паул осы нәрсе Паулдың нақты жаза алды, иә? Мұнда Паул осы бауырластар жайында мінездеме айта отырып, олардың қандай екенін суреттеп отырып, ол арқылы біз олардың қарым-қатынасы қандай екенін көріп отырмыз, иә? Оларда бірлік бар ма, жоқ па екенін біліп отырмыз, иә? Сол арқылы олардың бірліктері ғана емес, қауымның бірлікте қарым-қатынасы қаластырып жатқанын көреміз. Қаластыру деген түсініп отырсыздар ма? Созиданиясын. Олардың бір-бірінің сондай өзара қарым-қатынасы болған арқылы тек қана олар ғана емес, қауым да осындай созидать етіп жатыр, иә? Қалай көреміз? Өйткені 29-шы аятта айтады, иә? Жалпы мұндайларды қабылдаңдар және не істеңдер дейді? Құрметтеңдер дейді, иә, құрметтеңдер. Сондықтан бүгінгі сол уағыздалатын шындық, мәсіхшілер қауымда
Мәсіхшілер қауымда бірлікті қызметшілерді құрметтеу арқылы сақтау керек. Мәсіхшілер қауымда қызметшілерді құрметтеу арқылы бірлікті сақтау керек. Өздерінің мәсіхшілік мінез құлқымен басқаларға үлгі болған қызметшілері. Басқаша айтқанда, практически өмірмен бірлікті көрсеткен қызметшілерді құрметтеу арқылы қауым бірлікті сақтау керек. Қандай адамдар құрметтерге лайық қауымда? Қауымды қаластыратын қызметшінің 6 мінез құлқын қарастырамыз бүгін. Үлгі болуға лайықты, үлгі етуге тұрарлық. Осы аяттар арқылы сол 3 қызметшінің характер дейді, орысша айтқанда характер. Қазақша айтқанда мінез құлқын көреміз. Ең алдымен ол бірінші қауымға деген сүйіспеншілік. Ең бірінші характер ол қауымға деген сүйіспеншілік. Қайдан көреміз? Мен қазір аяттарды айтқым келеді. Ең бірінші 19-шы аятқа қараймыз. Иеміз қаласа жақын арада сендерді Тимотейдің жіберетін ойым бар. Осылайша сендер жігерленіп, оның сендерден алып келетін хабарын маған да жігер бере деп сенемін. Паул елшінің сүйетін көреміз. Екінші, Тимотейді. Өзгелердің бәрі Иса Мәсіхтің ісін емес, өз қарабастарын қамын ойлайды. Ал Тимотей ондай емес. 26-шы аятқа Епафродит енді, ол өзінің ауырып қалғаны туралы сендерге хабар жеткенін қатты уайымдап, өздеріңді көруге құштар болып жүр. Сондықтан Епафродитті жібермек болып, одан бетер асығып отыр. Оны көріп қуанған сендерді ойлап, мен де қайғырмайтын боламын. Осы аяттарда әртүрлі қызметшілерге арналған, әртүрлі қызметшілер туралы жазылған. Тимотей, Паул, Епафродит, осы қасиеттерді көрсетіп, қалай олар қатты қауымды сүйетінін көрсетіп тұр. Олардың қауымға деген сүйіспеншілігін, себебі Паул осы жерде бәрін суреттеп отыр. Паул не үшін жібергісі келеді Тимотейді? Қалай ойлайсыздар? Себебі қауым үшін уайымдайды. Қауымның рухани күйі қалай болып жатыр? Кім ол жақта уағыздап жатыр? Қауымның жағдайы қалай болып жатыр? Тимотей жай барып келу үшін емес, оларға қызмет ету үшін жіберіп жатыр. Және 20-шы аятты қарасақ, Паул ниеттес әрі сенушілердің шынайы қамын жейтін ешкім жоқ ол сияқты дейді. Басқа ешкім жоқ. Бір жағынан не деген керемет қасиет Паулдың өзі байқаған. Паул сол сенушілердің мәселелерімен рухани қамын ойлап отыр. Тимотейдің де ниеті сенушілердің рухани жағдай екенін де көрсетіп отыр. 26-шы аятта Епафродиттің қауымның оның ауырып қалғанын естігенін уайымдап, олардың көруге құштар екенін айтуда. Ол бір жағынан уайымдап жатыр деген кезде, әрине ол мысалы, ол Епафродит жайында басқалардың уайымдаған естіген кезде бір жағынан приятно, а бір жағынан ол қауымды сүйгендіктен білесіздер ме, не үшін ол Епафродит уайымдады? Ол айтты, сол жердегі Филиппідегі қауым өзінің проблемалары бар. Филиппідегі қауым ол Паулды қатты жақсы көргендіктен Паулды қайғырып жүр. Оның үстіне оны сенуші болған үшін оның туыстары қудалап жүр. Өздерінің қайғылары аздай, оның үстіне менің ауырғанымды естіп, оларға қайғысына тағы қайғы қостым ба деп уайымдап жүр. Сол себепті осы жерде Паул елші соны айтады. Басқаша айтқанда, ол мазасы қашты дейді. Неге мазасы қашты? Чтобы сол қауым Филиппідегі сенушілер жақсы көргендіктен олар уайымдамаса екен деп. Сол үшін шынымен де соны Паул елші суреттеп жатыр. Оның уайымы қауым барластар мен жайында уайымдайтын болды ғой деп. Сондықтан осы жерде осы арқылы біз көреміз, қауымның бір жағынан олардың қауымға деген сүйіспеншілігін, бір жағынан қауымда сүйіспеншілігін. Не үшін Епафродитті қауым жіберді, білесіздер ме? Бір жағынан Епафродитті просто так банағы ондықтарын Паулдың жеткізу үшін бес, сонымен қатар Паулға қолқабыс, қызмет ету үшін.
Себебі ол түрмеде отырғаннан кейін кейбір нәрселерге су алып бер, андай-мындай деген нәрсеге мұқтаж шығар. Бірақ оған ешкім көмектеспейді. Сондықтан Паулды, Епафродитті қауым солай жіберіп отыр, иә. И осы арқылы олардың сүйіспеншілігін көреміз, бірліктерін көреміз. Дегенмен оның өзінде де Паул сендерге қайтармақ ойым бар деп отыр, иә. Қауым жіберіп отыр, бірақ Паул қауымды жақсы көргеннен айтып отыр, иә. Иә, рахмет маған қызметке жіберген, бірақ мен сендерге оны қайтармақ ойым бар. Неге? Себебі осылай дұрыс болар деп. Себебі қауым жұбату үшін, себебі қауым уайымда, қайғыруда болмасын деп. Ол Епафродитті уайымдап жүргенін көріп, олардың көмектерін жай қабылдап тыныш отыра алмады Паул. Себебі ана жақта қауым қиналып жүр уайымдап. Осы үшін қызметші осы үш қызметшіні не біріктірді, бауырластар, қалай ойлайсыздар? Орысша айтқанда, что их объединяет? Аумин. Олардың қауымға деген сүйіспеншілігі біріктіріп отыр. И сол нәрсені біз көреміз, олардың қарым-қатынасы арқылы. Хотя бұл жерде біз егер қарастыратын болатын болсақ, олар үшеуі де үш қауымның қызметшілері. Егер действительно қайсы қауымнан шыққан дейтін болсақ, иә? Мысалы, Паул ол Антахиядан шыққан қауым қызметшісі, Тимотей ол Люстрадан шыққан, иә? Ал Епафродит Филиппіден. И сол қарамыз, иә? И олар үш жақтың бұлай вселенная дейді ғой, бүкіл әлемді қауымның қызметшілері болса да, бір қауымның қызметшілері сияқты қауым үшін уайымдап отыр. Неге? Не үшін? Қазір ғана айттық, иә? Себебі сүйеді қауымды, иә? Себебі жақсы көреді, иә? И сондықтан қызметшілерге осы өте маңызды. Себебі олар үшін, қараңыздар, тағы бір себеп бар. Себебі Паул, Тимотей, Епафродит үшін қауым қандай адамдар болды? Жай адамдар емес. Исаның құн төлеп алған адамдары. Иса үшін қымбат болды. Басқаша айтқанда, себебі олар үшін қауым жай жиналып алып, бір нәрселерді айтып таратып жіберетін жамағат емес. Қауым олар үшін Исаның қымбат құн төленген адамдары. Исаның денесі екенін құнын түсінді. И сол себепті олар қауымды жақсы көрді. Иса қандай құн төленгенін олар білді. Сол себепті олар Исадан үлгі алған қызметшілер болды. И олар практикада Исаның қауымға деген сезімін, сүйіспеншілігін көрсетті. Олар қызмет сол үшін олардың қызметі жемісті болды. Қараңыздар, бауырластар, Матай жазған хабар 9:36-да Иса да үлгі көрсетеді, иә? Халыққа қарағанда қалай болды жағдай оның күйі? Қараңыздар, Иса көптеп жиналған халықты көргенде оларға жаны ашыды. Себебі адамдар бағушы қойлардай қалжыраған бейшара күйде еді. Иса не үшін халықты көргенде жаны ашыды? Бір жағынан, текст бойынша бағушы қойлардай, а бір жағынан шынымен де жақсы көрді. Енді осы сөзді буквально қарастырайықшы, бауырластар. Егер қауымда, или жалпы қойды алайықшы, қойлар өздігінен жайыла ала ма? Представьте себе, бағушы қойлар не болады? Жалпы адамды, қасқырды, басқаларды жеп қояды оларды. Тірі қалдырмайды, иә? И сол сияқты осы жерде Иса айтып жатыр, иә? Жаны ашыды. Егерде неге олай болды деп ойлайсыздар, бауырластар? Ойланып көріңізші, бағушысы жаңағыдай. Мысалы, кейде қауымды Иса қойлармен салыстырады, иә? Бізде жай просто қарапайым пример айтайыншы. Қаңтар оқиғасы кезінде бір күннің ішінде не болды? Басшылық жоқ. Милиция жоқ. Адамдар не болып кетті? Білгенін істеп кетті. Дәл сол сияқты егер қауымда, ладно, біздің өзіміздің примерді айтайықшы. Бір күннің ішінде қауым
бір күн үшін кейбіреулер түстен кейін келіп атты. Бізге звондап айтты, біз орыс емеспіз, біз қазақ қауымымыз, оказывается, азанда орыс қауымдар жиналады. Мысалда ол біздің шынымен де басымыздан өткен нәрсе. Мен ананың адамын, мен мынаның адамын, мен мынандаймын. Қандай страшно, қауымда бірлік болмас. Сол үшін осы жерде айтады, бір жағынан қауымды бағатын адамдар көрсетеді, қауымға деген ең бірінші қасиет сүйіспеншілік болу керек. Егер олар сүймесе, олар Иса сияқты бақпайды. Сол үшін Құдайдың сөзі бүгінгі көрсетіп жатыр, Паул, Тимофей, оларды қауымды сүйді. Егер қызметшілерде қауымға деген сүйіспеншілік болмаса, ол тиімді қызмет болмайды, ол Құдайға ұнамды қызмет болмайды. Қалай ойлайсыздар? Егер осы үш бауырдың қауымға деген сүйіспеншілік болмаса, қалай болатын еді? Олар өз еркімен жүретін еді, әркім. Менің өзім жұмысым бар, менің өзім жолым бар деген сияқты. Бірақ біз бұл жерде көреміз, бауырластарда ондай нәрсе болып жатқан жоқ. Бауырластар, қалай ойлайсыздар? Қауымдағы бауырластарға деген сүйіспеншілік тәни бауырластарға деген сүйіспеншіліктен жоғары ма? Или болмаса басқаша сұрақ қоям. Қауымдағы бауырластарға деген сүйіспеншілік тәни бауырларға деген сүйіспеншіліктен жоғары болу керек па? Келісесіздер ма? Келіспейсіздер ма? Кім келіседі? Қолдарыңыз көтеріңіздерші. Кім келіспейді? Келіспейтіндер жоқ, енді сұрақ, не үшін? Не үшін? От қараңыздар, мысалы, біздің басымызда болып жатқан жағдайларға байланысты, мен де көріп жатырмын, қаншалықты рухани бауырлардың сүйіспеншілігі бізге деген қандай керемет. Бір жағынан жазып жатыр да, хат жазып жатыр, өкінішті, Құдай сендермен бірге болсын, қандай көмектесе аламын дегеннің өзі бір жағынан Епафродит сияқты мен де қуанып қалдым, шынымен қандай. Шынымен де маған приятно қауымда осындай бауырластар бар екеніне. Қандай күшті. Осы сұрақты білесіз ба? Бір бағушы қауымдағы бір кісіге айтып отыр екен, әйел кісіге. Сен өзің шешеңе қарағанда, сенбеуші мамаңа қарағанда, қауымдағы бауырластарды көбірек сүю керексің деген кезде ол кісі шок болған ғой. Қалай сонда деп. Сол жерде түсіндіріп айтады да, білесіздер ме, осы Құдайдың сөзі бір жағынан көрсетеді, Исаның өзі де айтады, сыртта шешеңмен бауырларың кеп тұр дейді. Иса айтады, менің бауырларым мен шешем сендерсіңдер, Құдайдың еркін орындайтындар. Себебі қымбат құн төленген, ертең мен сендермен бірге. Біздің отанымыз, біздің отбасымыз ол бір. Біз қымбат қанмен біріктіргенбіз. Мысалы, ол тәни әке-шеше, ол тәни қанмен болса, сендер рухани да киелі қанмен біріктіргенсіңдер деп. Содан сол бағушы айтады да, жаңа шоке болған кісіге. Құдай отменять еткен жоқ сізді, ата-анаңызды сүю и сыйлауды. Сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек, сүюіміз керек. Бірақ Құдайдың сөзі көрсетеді. Рухани бауырлар жоғары. Мүмкін ол сіздердің бастарыңызға қазір не деген, ол қаяқтан шыққан ілім деген сұрақ болатын болса, Құдайдың сөзі көрсетіп жатыр. Себебі сенушілер Исада бір тұтаспыз, бір дене, бір организм. Мәңгілік оның отбасымыз. Жақсы, бірінші пунктта тоқталмайын, екінші характері бар, ол біріншісін түсіндік, ол сүйіспеншілік, қауымға деген сүйіспеншілік болу керек. Ал екінші нәрсе, Ал екінші нәрсе бір ойда болудың маңыздылығы. Ниеттес, басқаша айтқанда. Қараңыздар, келесі 20-шы аятты қарайықшы. 20-шы аятта былай дейді, Паул елші. Ол сияқты менімен ниеттес, шын көңілден қамдарыңды ойлайтын басқа адамым жоқ. Басқаша айтқанда ешкім жоқ. Орысшасында айтады да, равноусердный, единодушный,
однодушно, единомысленный деген сөз мағынаны білдіреді екен. Осы ниеттес деген сөз. Осы сөздер арқылы біз көреміз, иә, ол Тимотей екеуі бірдей ойлады. Ойы бір жақтан шықты, иә. Басқаша айтқанда, Тимотейге деген менде күмән жоқ. Біздің доктриналық сұрақта, басқа сұрақтарда біз қандаймыз дейді? Ниеттес. Біздің ойымыз, ниетіміз бірдей деп жатыр. И сол үшін осы жерде 2 Тимотей 3:10-11-де ашайықшы. Паул елші сол туралы тағы бір сөздер жазады. Ал сен маған еріп, менің ілімді, жүріс-тұрысым мен өмірлік мақсатымды үлгі тұтып келесің. Сенімім, төзімділігім және сүйіспеншілігімді әрі қуғындалып, азап шеккен кезімде көрсеткен табандылығымды да өз көзіңмен көрдің. Антахия, Кония және Люстрада маған қандай жағдайдың болғанын бәрін, сол қалаларда қандай қудалауды басымнан кешкенді білесің. Ал иеміз мені солардың бәрінен де құтқарды. Басқаша айтқанда, Тимотей бүкіл менің нәрселерімнен хабардар деп жатыр, иә. И сол себепті бауырластар не істеді? Бауырластар қызметшілердің бір ниетте болуы, ол тек бір рухта ғана емес, бір ойда болуы маңыздылығын көрсетіп жатыр, иә. Себебі бауырластардың доктрина мен кейбір сенімдерге қатысты сұрақтары бір ойда болмаса, қызмет тиімді болмайды. Мысалда, мынандай шынды Құдайдың сөзі былай деп үйретем, а кейін басқа бір бауыр шығады да менің сөзіме қарсы шықса, ол не болады ол? Ол қандай қызмет болады? И сол үшін осы жерде, сіздерге сұрақ қойғым келеді, бауырлар, қалай ойлайсыздар? Егер қауымда ниеттестік бір рухта, бірақ ниеттестік болмаса, қалай болатын еді? Я, ол қарсы шығатын еді бірлікке. Енді сіздерге сұрақ, бірлікке кедергі келтіретін ниеттестіктің болмауына не нәрсе кедергі? Сүйіспеншілік көмектеседі, наоборот. Кедергі болатын не? Мойынсұнбаушылық, ең маңызды нәрсе бар. Тәкаппарлық деген нәрсе. Келісесіздер ме? Мен келіспеймін. Мен осылай ойлаймын. Мен осылай. Сен ойың сондай болса, менікі осындай. Ничего не знаю, мен айттым, солай болу керек. Мен осылай ойлаймын, так что сендер осыған келісу керексіңдер. Тәкаппарлық деген нәрсе, ол ниеттестікке қарсы. Құдай сөзіне мойынсұнбаушылық деп дұрыс айттыңыз, иә. Басқа бауырдың айтқандай, Құдай сөзіне сәйкес жақындау болмаса, өзін білімпаз қылып көрсету. Қауым қызметшілерінің арасында ниеттестік болмау, ол қауым үшін жаман үлгі, жаман мысал болып табылады, иә. Мысалы, бұл жерде әрине екінші орында тұратын сұрақтар болады. Кейде мен алдында айтқандай, қауымда разномыслие деп айтамыз ғой. Разномысленді болуы мүмкін, ол қалыпты жағдай, ол реальность. Оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ осы жерде егер ол второстепенный сұрақ болатын болса, шомылу рәсімді қалай өткіземіз? Тұрғызып, жатқызып, или былай алдын ала сыйынамыз, или сол жерде сыйынамыз деген сұрақ болса, или болмаса қалай біз қауымда сыйынамыз? Отырып, тұрып, тізерлеп, жатып деген сұрақтар болса, ол шешілетін сұрақтар. Ал егер біз қауым айтып жатса, бізге кафел болғандықтан тұрып сыйынған ыңғайлы десе, бір бауыр тұрып алып, мен ойлаймын, тізерлеген өте маңызды Құдайдың алдында ол сондай, мен осыға дер солай сыйындым, сондықтан сендер де солай сыйыну керексіңдер десе, қалай ойлайсыздар? Даже сондай күйдің өзінде қауым бірлікке келуге тырысу керек. Даже если сондай разномыслие болса да, қауым бірлікті сақтауға ұмтылу керек. Осы жерде бауырластар, давайте, келсек, а если екі лагерь бөлініп кетсе, ол өте ужасно болады, иә. И сол үшін осы жерде ең маңызды қызметте бауырластар тек қана бір рух қана емес, сонымен қатар ниеттестік те маңызды.
ниеттестік болмаса ол ужас болады, иә. И сондықтан Паул елші айтты, бір жағынан филиппліктер сағынды, иә, Паулды. Паул қанша уақыт түрмеде отыр. Филиппліктер Паул келіп оған керемет Құдайдың сөзін уағыздаған қалады. И сол үшін мүмкін олар уайымдап жатыр. И Паул осы жерде оларды жақсы көргендіктен не деп айтыр? Мен онда Тимотейді жіберейін. И ол айтып жатыр, бір жағынан Тимотейдің барғаны ол менің барғаныммен бірдей. Потому что біздің ниетіміз бірдей. И сондықтан оны қабылдаңдар деп, иә. Бауырластар, сондықтан осы жерден бауырластардың осы ниеттестігінен үлгі алайық, иә. И үшінші нәрсе бескорыстность дейді. Орысша айтқанда, қазақшасында пайда күнемшілдік, пайдаланып кетпеу. Қайдан аламыз осын? Сіздер қазір ойлаңыз, қайдан шығарасың ол аяттарды деп. Қараңыздар, 20-шы аят пен 21-шы аятты шығарыңызшы бұл жерде. Ол сияқты менімен ниеттес, шын көңілмен қамдарыңды ойлайтын басқа адамым жоқ. И одай не деп айтады? Өзгелердің бәрі Иса Мәсіхтің ісін емес, өз қарабастарын қамын ойлады. И осы жерде пайда күнемдік олардың қызметтері емес, қарым-қатынасынан да көрінбейді. Паул елші басқаша айтқанда айтып жатыр, иә, керісінше Тимотей маған қалай көмектесіп жатыр дейді. Я, әкесінің баласына қолғабыс еткендей ізгі хабардағы ісімне ол маған көмек қол ұшын беріп жатыр. Кәдімгідей мен балам сияқты дейді. И сондықтан осы жерде ол айтып жатыр, иә, шынайы қамқорлық көрсетіп жатыр. И тура солай 20-шы аятты көрсетіп жатыр, иә. Ол сияқты шын көңілден қамдарыңды ойлайтын басқа адам жоқ. Басқаша айтқанда, осы жерде қараңыздар бауырластар, шын көңілден деген сөз, оның сендерден пайда көрейін деген арам ниеті жоқ деген сөз. Хотя Паул елші айтуын, Тимотей былай істеуіне болатын еді. Филиппі негізі ол бай қала. Олар сондықтан Паулға жаңағыдай не жіберіп отырды, жаңағыдай қызметін көмектесіп, материал жағынан көмектесіп отырды. И сол үшін осы жерде Тимотейді ойлауы мүмкін. Менде бір-екі дайын уағыз бар еді, барып сол жерде уағыздап, бір-екі бай кісілерден поддержка жинап келсем болатын еді дегенде. Хотя ол олай істеген жоқ. Олай да ойлады. И сол үшін Паул елші осындай баға беріп жатыр, иә. Қараңыз, мен таңғалдырған бір нәрсе, Паулды айналдырған көптеген қызметшілер болды. Паулдың айналасында, Паулдың қасында көптеген қызметшілер болды. Бірақ Паул не деген баға беріп жатыр? Бескорыстность деген сөзді қаяқтан алып отырмын. Қараңыздар, ол 21-ші аят. Неге Паул осы жерде айтпайды, иә? Кейбір бауырластар иеміздің ісінбес, өзінің қарабастарын ойлап жүр деп айтуына болатын еді. Бірақ Паул айтады да, 21-ді ашыңызшы. Тұр ғой, иә? Өзгелердің бәрі дейді. Мен таңғалдырған осы аят. Неге өзгелердің бәрі? Кейбіреулер емес. И сондықтан бұл дегеніміз Паулдың қоршаған адамдар, кейбіреулер Құдайдың ісі емес, өз қарабастарын ойлап кетті дегеніміз. Құдайдың қызмет ету, сонымен қатар басты ниет Құдайдың даңқы емес деген сөз. Өзінің қарабасын ойлау деген сөз, я Құдайға қызмет етейін, қызмет маңызды, ол айтады, я Құдай үшін істеймін деп. Бірақ бастапқы ниет не болуы мүмкін? Құдайдың даңқы емес. Мен интерестерім, мен жеке интересім, мен пайдам, осы қызметте маған қандай пайда бар? Осы жерде мен қалай пайда таба алам деп, иә? Осы нәрсе ғой дейме? Оны ажырату өте қиын. Иә, Құдайға қызмет етем, бірақ менің интересім маңызды деген ниет болуы мүмкін. Ол қызметті не істейді? Осындай ниет қызметті қалай? Тұмандатады. Қызметті тиімді қылмайды. Вроде қызмет етіп жатыр, бірақ непонятно. Табамайсың қай жерінде мәселе екен, иә? И сондықтан осы жерде бауырластар сондай адамды Құдайдың сөзі көрсетіп жатыр, иә? И осы екі категория бар. Осы қарабасты ойлау дегенін, иә?
Қосылып тұр ма, қосылмай тұр ма? Ең алдымен өзіне атақ қалдыру үшін осы мүмкіндікті жіберіп алмау деген бір жағынан қарабасты ойлау. И өзіне осы қызмет арқылы өзіне авторитет жасау. Осы қызмет арқылы өзінің атағын шығару. Кім жасады осы қызметті? Осы адам ғой. Кім жақсы өлең айтады? Осы адам ғой. Или кім жақсы уағыз айтады? Осы адам ғой деген атақ қалдыру болуы мүмкін. Себебі бұны қайдан алып отырмын? Шынымен де 1-ші тарау 15-16 аятты ашайықшы. Сол жерде Паул елші айтады, рас кейбіреулер Мәсіхті қызғанышпен, күншілдікпен, ал басқалары ақ ниетпен уағыздап жүр. Бір қатары Мәсіхті ақпейілден емес, өз абырой атақтары үшін уағыздайды. Олар бұғаудағы маған одан бетер қасірет туғызбақшы. Басқаша айтқанда Паул өшет айтып отыр. Мен жанымда сондай қызметшілер де бар, өзіне атақ қалдырғысы келетін. Кейбір уағыздаушылар болады, мен спорда жеңуім керек, мен аузым жаппаңдар, мен қалай айтам, мен солай болу керек, қауым мен ойыммен жүру керек. И бұндай кісілерді қазақша айтқанда атым шықпаса жер өртесін дейтін кісілер деп айтылады. Екінші нәрсе, ол материалдық пайдаға ие болуға ұмтылу. Өз қарабастарын ойлау дегенде екі бір материалдық пайда күнемдікпен емес, аш көздікпен істемеңдер деп жатыр. И осы нәрселерді анықтау өте қиын. Әрине, ол үшін біраз уақыт керек. Бір қарасаң, осы сөздерді айтып отырған кезде адам басында бір нәрсе келу мүмкін. Или тыңдаушыларда мынандай азғыру болуы мүмкін. Осындай азғырылуға тек бағушылар мен диакондар или қауым жетекшілері тез құлайды деп. Но шын мәнісінде осыны қарайтын болсақ, осындай атақ құмарлықпен өзіне пайда күнемдік ол любой қызметте бар. Себебі адамдардың күнәһар табиғаты әр мүмкіндікке жабысады өзінің атын жоғарлату үшін. Мысал келтірейін ба? Осы бағушылық, диакондық, не болмаса мадақтау тобынан. Потому что бұлар көрінетін қызмет қой. Алда. И көп адамдар не үшін мадақтау тобына жүгіреді? Мен көрінетін жерде көрім керек. Мені көрсін бәрі. И сол үшін осы жерде осын сондай қызмет жасамас бұрын, жалпы қандай қызмет болмасын, адам өзінің жүрегін тексерсін. И сол үшін бүгінгі күнде де Құдай бізге осы Тимотейдің ниетін көрсетіп жатыр, ол ондай емес. Біз Тимотейден үлгі алуымыз керек. Себебі ол Исадан үлгі алып жатыр. И сондықтан осы жерде бауырластар, тек қана осы жерде көрінетін қызметшілер емес, көрінбейтін қызметшілер де оп-оңай атақ құмар болып кетуі мүмкін. Білесіздер ме қалай? Мысалы, кейбір уборщиктерді көресің, қауым жуатын. Мысалы, орыс қауымдарда мен көрем. Не заходить? Я там помыл. Или там болса, или андай қауымда кейбір, енді бізде жоқ ол, енді Америка қауымында андай парковщиктар болады. Мен қай жерге машинамды қой деп айтам, сол жерге қоясың. Или болмаса кейбір кісілер болады, ана қауымның кілттерін ұстап жүреді да. Бүкіл бәр маған обращаться етсін. Анау, аға, ана жерді ашып жібересіз бе? Мен қолым тимей жатыр қазір. Вот көріңіздер, любой қызмет, қазір мен басқа қызметтерді түртіп атқан жоқпын. Бірақ Құдайдың сөзі көрсетеді, любой қызметте біз осындай азғыруға бейімбіз. Атақ құмарлықпен пайда күнемдік. Сол себепті Паул Тимотейді ол ондай адам емес, оны құрметтеңдер деп жатыр. Басқаша айтқанда, оның ниеті ондай емес. Ол ондай адам емес. Сол үшін оны құрметтеңдер. Құрметтеңдер деп жатыр. Төртіншісін қарайтын болсақ, мойынсұнушылықпен тыңдау. Басқаша айтқанда, осы жерде Паул елші көрсетіп жатыр. Тимотей менің айтқан сөздеріме мойынсынып тыңдап жатыр. Тимотей, басқаша айтқанда, Тимотейге қиын болған жоқ екінші орында болу. Потому что бүкіл атақ кімге келеді? Құдайға әрине, бірақ Паулға келеді. А ол Паулдың астында қызмет етіп отыр. Солай емес па?
И сол үшін Тимотейге екінші орында болып қызмет ету проблема болған жоқ. Ол смирение болып, тыңдаушылықпен, смирениемен қызмет етті. И сол үшін осы жерде соны айтып жатыр. Ал сол сияқты жаңа айтқандай Паулды қоршаған басқа қызметшілер болды. Олар бірақ айтты, мен Паулдың көлеңкесінде қалғым келмейді. Мен де Паул сияқты уағыз айта аламын, мен де Паул сияқты елші бола аламын деп. Потому что неге сүйеніп айтып отырмын? Алдындағы аяттарға айтып отырмын. И осы жерде 2 Тимотей 4:10-да ашайықшы. 2 Тимотей 4:10-да да осындай кісі болды. Паул сол кісі жайында айтып отыр. Себебі Димас осы күнәқар дүниені жақсы көріп, мені тастап кетті, Салоника қаласына кетті. Кіріскен Галлияға, ал Тит Далматияға аттанды. И сол үшін осы жерде Паул елші көрсетіп жатыр. Болды, адамдар жоқ емес, бар, болды. Бірақ олар не істеп кетті? Тастап кетті. И сол үшін осы жерде төртінші нәрсе, ол Паулдың көлеңкесінде ол Тимотей тыңдаушылықпен, смирениемен Паулға қызмет етті. И сол сияқты кейбір кезде жастар, әсіресе жастар Құдайдың сөзі көрсе, сендер мықтысыңдар деп айтады ғой. Қызметке беріліп бүйтіп неғып тұрған кезде, кейбір кезде жаңадан келген жастар да бір қызметтерді алуға тырысады. Қызметтер берсең, жетекшілерден бөлініп, өздері бөлек сияқты бөлектенуге тырысады. Бірақ Құдайдың сөзі көрсетеді, ол дұрыс емес. Құдайдың сөзі көрсетеді, осы Паул елші мен Тимотейдің қарым-қатынасы арқылы ниеттес болу керек. Бір қауымда қызметшілермен қарым-қатынасы дұрыс болу керек. И сондайларға 1 Петр 5:5-те мынандай сөздер айтады. Сол сияқты сендер де жастар жетекшілерге мойынсыңдар. Бәріңде ара қатынастарыңда әрдайым кішіпейілдік танытыңдар. Себебі Құдай тәкаппарларға қарсылық жасайды, ал кішіпейілге рақымын сыйлайды. И сондықтан қызметте де бауырластар, Құдайдың қызметін жасаған кезде бізде сұрақ қояйық, менің түпкі ниетім қандай? Әрине, егер шынымен де сіз Құдай үшін жасап жатсаңыз, Құдайға шүкір, сіз Құдайдың қызметін тиімді жасап жатсыз. Сол қызмет арқылы Құдай баталанады. Құдай мадақталады сол қызмет арқылы. Сол себепті мойынсынғыш қызметшілерден үлгі алайық, бауырластар. И 5-ші нәрсе, басқалардың қызметін бағалау. Қараңыздар, осы качество өте маған ұнады. Қараңыздар, 25-ші аятты оқиық. Қызметтес әрі күрестес серігім, сендер маған қамқор болсын деп жіберген бауырым Епафродитті шұғыл түрде өздеріңе қайтаруды қажет деп таптым. Осы жерде Паул айтуына болатын еді. Бауырластар, Епафродитті сендерге жібере салайын деп. Бірақ Паул айтып атқан жоқ. Паул не істеп жатыр? Қызметтес, әрі күрестес, әрі серігім, әрі маған қамқор болсын деп жіберген бауырым деп, басқаша айтқанда, оның әрбір қызметін бағалап жатыр. Бағалап жатыр, И шынымен де Епафродитқа оңай болған жоқ. Басқаша айтқанда, географиялық жағдайды қарастыратын болсақ, Филиппі ол Римнен 1000 километр жерде. Біз қазір 1000 километр, мысалы Астанаға самолетпен, пойызбен жатамызда смело бара саламыз, машинамен. Бірақ ол заманда білесіз ба, 1000 километр жол жүру деген ол өте қауіпті болған. И тем более Епафродит бауырластардың жіберген ондығын Паулға апаратыр ақшамен. А сол жолда тонап кету мүмкін, оны өлтіріп тастауы мүмкін. Әртүрлі қауіптер бар. И сонымен қатар Паулға не үшін жіберіп жатыр? Паулға барып көмектесу үшін, қолғабыс болу үшін. Басқаша айтқанда қауым оларға жіберіп жатыр, Барда сол қауымға көмектес. И осы жерде қалай болатын еді? Егер ол келді, и Паул ақшаны алады да айтады, все, енді қайта бер деп. Қауымға келсе, ол кезде енді телефон жоқ, сотка жоқ. Бауырластарда шок болатын еді, олар айтуы мүмкін де. Епафродит, біз сені вроде жібердік, Паулға қызмет ет деп. Сен келдің, а Паул әлі де түрмеде отыр. Ол қалай болған деп. И сондай болмас үшін Паул осы жерде
Епафродиттің қызметін бағалап отыр. Шынымен де ол өлім аузында қалды. Бауырластар, сендер, мен куәгермін. Шынымен де оған қиын болмады. Шынымен де ол Иса үшін өзінің өмірін бас тікті. Оған шынымен де анаяқтан мынаяққа келу қауіпті болды. Сонымен қатар Епафродитке менің қасымда маған қызмет ету қауіпті. Себебі сол кезде Паул елшіні Исаға сенген үшін түрмеге отырғызып, плюс кімдермен бірдей қылды? Зелоттармен. Зелоттар ол үкіметке қарсы шығушылар. Сол үшін ол жерде айтуына болатын еді. Паул да солардың бірі десе, онда Паулмен қоса Паулдың адамдарында не істейді? Түрмеге жауып өлтіреді. Сондықтан осы жерде Епафродиттің қызметі шынымен де қауіпті болды. Бір жағынан жол ғана емес, оның қызметі де. Осының бәрін Паул елші айтып отыр, қызметтес, серігім деп отыр. Серігім деген сөз ол басқаша айтқанда бесконфликтный, ол командада жұмыс істей алатын адам. Оның характеріне қарасаңыз, ол жақсы адам. Басқаша айтқанда маған қамқор болатын дейді. Басқаша айтқанда ол қамқорлық ететін адам. Ол андай өзінің қара басын бірінші орынға қоятын адам емес, ол да кішіпейіл адам. Осы характерді бағалап отыр Паул елші. Бір жағынан бағалап отыр, бір жағынан қауымға үлгі көрсетіп отыр. Үшінші жағынан біздерге де айтып отыр, бауырластар, біз де осы Епафродиттен үлгі алуымыз керек. Осындай қасиеттерден. Соңғысы бауырластар, не дейді? Өзінің құрбандыққа беруге дайын болу. Қандай үлкен қызмет, Әрине, біз сөзбен айту оңай, бірақтан бұл Епафродиттің қызметі ол өтте сондай қауіпке толы болды. Жалпы Тимотейдің қызметі де, Паулдың қызметі түрмеде отыр, уағыздап отыр. Кейде біз бар ғой, түрмеде отырмасақ та, басқа қауымға бару біздерге қиын. Басқа қауымды барып жігерлендіру. Уақыт жоқ. Өйткені қарабастарын қамын ойлап отырық дейін десең де, тіршілік мысалда олай да болмайды. Осы жерде не дерін білмейсің. Бірақ ол қызметшілердің қызметін қарайтын болса қандай. Шынымен де олар осы өзара қызмет, өзара бір-біріне қызмет арқылы олардың бірлігін көреміз. Олардың қауымды сүю арқылы олардың бірлігін көреміз. Олардың құрбандыққа дайын болу арқылы қауымның бірлігін көреміз. Олардың ниеттес екенін көріп қауым бірлігін көреміз. Олардың басқалардың қызметін бағалау арқылы көреміз. Олардың сол мойынсынушылық, бір-біріне мойынсынушылық қызметін көре арқылы көреміз. Кейбір кезде мен байқаймын, қауымдағы кісілер, енді мен жасым кіші ғой, кіші болғаннан кейбір үлкен кісілер айтады, ол жетекші просто қауымда уағыз айту үшін керек, мен проблемам, ол шеше алмайды, қабілетіміз. Ол кішкентай, ол жас қой, ол. Мен көрген өмірімді көрген жоқ. Бірақ осы жерде Паул елші көрсетіп отыр. Тимотей, хотя Тимотей 16, 17, 18 жасар бала, соны ол мен сияқты. Оның барған, мен барғанымен бірдей деп керек нәрсе бізге. Бір-бірімізді пайдаланбау. О да өз басының қара басын ойлайтын ниет болған жоқ. Олар осы үшеуі осындай қара басын қамын ойламайтын бір-біріне қызмет арқылы, қауымға сондай қызмет арқылы қауымның бірлігін көреміз. Шынымен де осындай қызметтерді, осындай үлгіні көре отырып, біз айта аламыз, олар Исадан үлгі алып жатыр. Аумин. Келіңіздер, біз де Исадан үлгі алайық. Және осы бауырластардың өміріне қарап, қызметіміз Құдайға тиімді болсын. Дұға етейік. Аумин. Жаратқан ием, Құдайым, қазір сенің алдыңа келеміз, Тәңірім әке. Рахмет осы сенің сөзің үшін, осындай бауырластар бар үшін, Құдайым. Көмектесші, Құдайым, сенің қызметіңді шынымен де сол саған ұнамды жасауымызға, Құдайым. Шынымен де сенің қызметінде, біздің сол саған деген қызметімізде ниетіміз түзу болсыншы, Тәңірім әке. Өзің жетелеш, Тәңірім әке. Сен өзің жар болып жетелеш, Құдайым. Рахметін айтам саған, Құдайым. Бізге деген сол әрбір қауымның қызметшілеріне, әрбір қауымда қызмет етем деген бауырластарға
әрбір қауым мүшелеріне сүйіспеншілік берші бір-бірімізге деген Құдайым. Бір ниеттестік берші Құдайым. Қарабастың өз абыройымызды ойлаудан сақ болайықшы Құдайым. Өзің жетілей көрші Құдайым. Мойынсұнушылық берші Тәңірім әке. Және бір-біріміздің қызметімізді шынымен де бағалап үйренейікші Тәңірім әке. Шынымен де тірі кезімізде бір-біріміздің сондай не істегенімізді, Құдай үшін қандай қызметтер жасағанымызды айтып бағалай алайықшы Құдайым әке. Өлгеннен кейін емес Құдайым. Және сұраймыз, біз бір-біріміз үшін сондай өлімге дейін баратындай қызмет етуге, шынайы қызмет етуге дайын болайықшы Тәңірім әке. Сен өзің жар болшы, осыған Иса Масихтың атынан сұраймын. Амин.